Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбын анықтамас бұрын мына берілген суреттерге назар салсақ. Берілген суреттерден нені аңғаруға болады? Дұрыс айтасыздар. Халық санының қозғалу және өсу динамикасы, яғни демографияға қатысы бар суреттер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы демографиялық көрсеткіштер мен демографиялық жағдай. Сабағымыздың негізгі мақсаты елдердің демографиялық көрсеткіштерін есептеп және графикалық түрде ұсынады. Жалпы демография сөзіне анықтама беріп алсақ, демография халықтың ұдайы өсу заңдылықтарын, оның әлеуметтік, экономикалық және табиғат жағдайларына тәуелділігін, халық санын, құрамын және аумақта орналасуын зерттейтін ғылым. 1855 жылы Гийяр француз ғалымы демография терминін алғаш енгізген. Ал демогеография белгілі бір аумақта тарихи тұрғыда қалыптасқан халық пен елді мекендердің құрамы және орналасуын, демографиялық үдерістер мен әлеуметтік экономикалық жағдайлар арасындағы қарым-қатынасты зерттейтін ғылым. Демографиялық үдерістерге эндогендік түрткіжайттар немесе сондағы халықтың сипаттамасы әсер етеді. Жыныс, жас құрылымы және ұдайы өсу режимі. Ал экзогендік түрткіжайттарға әлеуметтік, экономикалық ықпалы жатады. Барлық демографиялық көрсеткіштер промиллемен өлшенеді, яғни бір адамға шаққандағы көрсеткішпен есептеледі. Промилле латынша per mille мыңға деген мағына беріледі. Кейде түрлі ақпарат көздерінен пайыз есептемелерді де көруге болады. Ол да дұрыс ақпарат болып саналады. Демографиялық көрсеткіштер және оны есептеу жолдары. Демографиялық көрсеткіштерді қарастырмастан бұрын демография терминін білуіміз керек. Демография грекше демос, халық және графо, жазамын деген мағынаны береді. Белгілі бір халықтың, ұлттың, ұлыстың, этникалық топтың санын, құрамы мен құрылымын, аумаққа бөлінуін, өсу не кему динамикасын қоғамдық тарихи жағдайлармен байланыстырып зерттейтін әлеуметтік ғылым саласы. Ал демографиялық көрсеткіштерге туу, өлім-жітім коэффициенттері, табиғи, механикалық жалпы өсім және халықтың ұдайы өсуі жатады. Енді осы демографиялық көрсеткіштерді анықтаудағы формулаларға назар аударсақ. Бала туулу коэффициентінің формуласы, өлім-жітім коэффициентінің формуласы, табиғи өсім коэффициентінің формуласы, келу коэффициентінің формуласы, кету коэффициентінің формуласы және көші-қон, яғни механикалық өсім коэффициентінің формуласы. Халықаралық көші-қон себептері дүниежүзінің түрлі елдерінде бірдей жұмыс түріне төленуі мүмкін әртүрлі еңбекақы деңгейлерінің арасындағы айырмашылық. Қазіргі кезеңде жоғары білікті мамандар Шығыс Еуропадан ақш-қа, Канада, Батыс Еуропаның бірқатар елдеріне қоныс аударуға тырысады. Көші-қонға бір жағынан соғыс, Ирактан, Босния мен Ауғанстаннан, Сириядан ақш-қа, Еуропаға қоныс аудару, саяси қақтығыстар мен табиғи апаттар себепші болады. Көші-қонның негізгі заңдарына көші-қон кезінде көбінесе жақын жерлерге қоныс аударылады. Аумақтық орталық қаншалықты ірі болса, ол соншалықты тартымды әсер береді. Ірі қалалардағы адам санының өсуіне көпшілік жағдайда ондағы табиғи өсім емес, халықтың көші-қон себепші болады. Көші-қон көлемі өнеркәсіп пен сауданың, әсіресе көлік қатынасының дамуына байланысты артады. Көші-қонның экономикалық себептерін анықтауға болатын себептері осы көші-қонның негізгі заңдарына жатады.
Енді сіздермен демографиялық көрсеткіштердің график түрінде көрсетілуі, яғни жыныс жас пирамидасы халықаралық статистикада салыстырулар үшін 4 жас топтары алынады. Олар 0-ден 14 жас, 15-тен 44, 45-тен 64, яғни 65-тен жоғары. Яғни демографиялық көрсеткіштер бізде әртүрлі диаграммалармен көрсетіледі. Соның ішінде мен сіздерге ұсынып отырған жыныс жас пирамидасы болып табылады. Бұл пирамида екі жақты жолақты диаграмма болып келеді. Ордината осі бойынша еркін масштабта жас ерекшелігі тобының шәкілі, ал абсцисса осі бойынша халықтың белгілі бір жастағы адамдар саны көрсетіледі. Ордината осі екі осьтік сызықтар арасына жас ерекшеліктері шәкілін көрсету үшін екіге бөлінеді. Жас пирамидасы жас ерекшеліктері бойынша 5 жылдық жеке топтарға бөлініп құралады. Енді осы жыныс жас пирамидасының типтеріне тоқталып өтейік. Дүние жүзі халықтың жастық құрамының 3 типі бар. Алға басушы дәстүрлі тип, халықтың жалпы санында балалардың үлесі жоғары. Оған мысал ретінде Мали мемлекетін жатқызуға болады. 50 промилле. Пирамидасының формасы 3 бұрышты болып келеді. Кері кетуші қазіргі тип. Халықтың жалпы санында егде адамдар үлесі жоғары, яғни Жапония мемлекетін мысалға алсақ болады. Пирамидасының формасы орта бөлігі ендірек келетін күмбез тәрізді. Үшінші тұрақты тип. Балалар мен егде адамдар санының тепе-теңдігі. Мысал ретінде Ресей Федерациясы. Пирамидасының формасы қоңырау тәрізді болып келеді. Міне сіздерге жыныс жас пирамидасының типінің түрлері берілген. Халықтың ұлттық және діни құрамы көрсеткіштерін есептеу. Жекелеген елдердегі халықтың құрамы туралы деректерді әртүрлі статистикалық жинақтардан алуға болады. Ел халқының пайыздық үлесі түрінде беріледі. Бұл өз кезегінде үлестік дөңгелек диаграмма құрастыруға негіз болады. Халықтың діни құрамы туралы деректер көбінесе халық санақтары кезінде алынады. Бұл деректер сандық және пайыздық көрсеткіштер арқылы көрсетіледі. Халықтың ұлттық және діни құрамының көрсеткіштері кестелер, тақырыптық карталар жасауға ақпараттық негіз болады. Халықтың ұлттық құрамын анықтау арқылы елдердің бір ұлтты немесе көп ұлтты екендігі туралы мәліметтер алуға болады. Мысалы, Қазақстан көп ұлтты ел, ал Жапония бір ұлтты елге жатады. Сіздерге халықтың ұлттық және діни құрам көрсеткіштерінің кестесі берілген. Яғни Қазақстан, Швейцария, Камбоджа осы 3 мемлекетті ұсынып отырмын. Қазақстанда ең жоғарғы пайызды бізде қазақтар, екінші орынды орыстар, үшінші орын өзбектер алып отыр. Швейцарияда ұлттық құрамнан бірінші орын немістер, екінші орын француздар, үшінші итальяндықтар. Камбоджада бірінші орын кхмерлер, екінші орында чамдар, үшінші орында вьетнамдықтар. Осы пайыздар көрсеткіші арқылы біз ұлттық құрамның диаграммасын жасай аламыз. Сіздерге енді бірінші тапсырманы ұсынсам. 2021 жылы статистикалық ақпарат бойынша жалпы халықтық өсімді есептеңіз. Сіздерге берілгені туылғандар саны, қайтыс болғандар саны, халық саны, иммигранттар саны және иммигранттар саны беріліп отыр. Жоғарыда айтылған демографиялық көрсеткіштердің формулаларына қою арқылы сіздер осы демографиялық көрсеткіштерді есептеп шығарасыздар. Сіздерге міне алдын ала шығарып көрсетіліп тұр. Осыған қарап өздеріңіздің шығару жолдарын салыстырсаңыздар болады. Келесі екінші тапсырма. Microsoft Excel бағдарламасын қолданып, төменде берілген мәліметтер бойынша жыныс жас пирамидасын жасаңыз. Ол үшін біз Microsoft Excel бағдарламасын қолданамыз.
Енді жаңағы кестеде берілген мәліметтерді алдын ала міне Excelге енгізіп қойдым. Енді осы мәліметтер арқылы біз жыныс жас пирамидасын жасауды үйренеміз. Ол үшін кез келген бір графаның ішіне -1 деп жазып аламыз. Оны копировать етеміз. Белгілеп аламыз да, копировать етіп аламыз. Одан кейін мына ерлер тұрған графаны толығымен белгілеп алып, специальная вставка дегенге барамыз. Соның ішінде специальная вставканы басамыз. Осының ішінде значение дегенді басамыз. Содан кейін умножение дегенді басамыз. Окейді басамыз. Міне, сол кезде бізде ер адамның тұрған графасындағы сандардың алдында минустар пайда болады. Осылай бірінші сақтап аламыз. Мынаны өшіріп тастаймыз. Бұл енді керек жоқ бізге. Енді пирамиданы енгізу үшін біз мынаның барлығын толық мәліметті белгілеп аламыз да, вставканың батырмасына барамыз. Рекомендуемые диаграммы дегенге барамыз. Соның ішінен біз линейчное с накоплением дегенді таңдап аламыз. Диаграмманы. Міне, бізде осындай диаграмма пайда болады. Енді біз осы пайда болған диаграмманы өңдеп аламыз. Мысалға, название диаграммы деген жерге біз жыныс жас пирамидасы деп атын жазып қойсақ болады. Жыныс жас пирамидасы. Міне, енді мына әрлеуші мынаны бассақ, мына оң жағымызда өңдеуге арналған әртүрлі функциялар шығады. Осыларды басамыз. Боковой зазор дегенді азайтсақ, көбейсек, графикіміз кішкене үлкейеді. Міне. Осылай белгілеп аламыз. Міне. Енді бізде мына жерде жастары тұр ғой, 70 жастан жоғары деген сияқты. Осы графаны белгілеп аламыз да, оны біз шетке шығаруымыз керек. Ол үшін осылай белгілегенде осылай төртбұрыш болып белгіленеді. Оны біз барамыз, параметры оси дегенге барамыз. Міне, параметры осидің ішінде біз подписи дегенді таңдаймыз. Подписидің ішінде міне положение подписи деген бар. Соның функциясын басқанда рядом с осью вверху, внизу, нет деген тұр. Соның ішінде біз внизуды таңдаймыз. Міне, сонда жанына шығады. Міне, осылай біз жыныс жас пирамидасын осылайынан жасап аламыз. Мәліметтерге сүйене отырып. Осы арқылы біз жәнегі пирамиданы 3 типін өттік қой. Сол арқылы қандай типіне жататынын анықтап аламыз. Осыны алып біз өзімізге печатьқа, бірден осы Excelден печатьқа жіберсек болады. Үшінші тапсырма. Ұсынылған елдердің тізімі бойынша бір ұлтты және көп ұлтты елдерді анықтап картаға түсіріңіз. Төменде елдердің атаулары берілген. Осы елдерден біз бір ұлтты және көп ұлтты елдерді анықтап картаға түсіреміз. Ол үшін бізге PictoChart бағдарламасы керек болады. Міне, PictoChart бағдарламасын қолдануды сіздерге көрсетейін. Біз PictoChart бағдарламасына ең алдымен тіркеліп аламыз. Біз тіркелген соң бізге осындай бет ашылады. Соның ішінде біз мына сол жағымызда тұрған жазулардың ішінде Posters жазуын басамыз. Сол кезде бізге мынандай ақ бет ашылады. Ортасында плюс белгісімен. Осыны басамыз. Міне, осыны басқан соң бізге осындай әртүрлі белгілер шығады. Яғни соның ішінде сол жағымызда жазулардың ішінде Maps дегенді таңдаймыз. Maps'ті таңдасақ, бізге әр елді мемлекеттер шығады. Өздерінің аумағының карталарымен бірге. Сол жерден біз
қазір өзімізге керек картаны таңдаймыз. Мына регион дегенге барсақ, әр материк бойынша берілген карталар. Соның ішінде біз мына World деген дүние жүзі бойынша картаны аламыз. Міне, бізге осындай карта шығады. Енді осы картаға біз жаңаға өзіміздің көп ұлтты және бір ұлтты мемлекеттерді белгілеп шығамыз. Оны қалай белгілейміз? Ол үшін біз түстер әдісін қолданамыз, иә? Мысалға, көп ұлтты мемлекетті біз қызыл түспен, бір ұлттыны жасыл түспен белгілеп шығамыз. Яғни ол үшін бізге көп ұлтты мемлекеттер бізде Қазақстан, Ресей, ақш, Үндістан болды делік, иә? Енді соны мына жерде поисктен жазып іздейміз. Мысалға, Қазақстан деп жазсақ, міне Қазақстан шығады, сол мемлекет табылады. Мына жердегі төртбұрыш белгіге барып түсті таңдаймыз. Сол кезде Қазақстан бізде қызыл түспен белгіленеді. Одан кейін бізде Америка, иә? Поискке жазып іздеген кезде міндетті түрде ағылшын тілінде іздейсіздер. Міне United States of America деп шығады. Ол шығады, оны да біз көп ұлтты болғандықтан қызыл түспен белгілейміз. Міне. Кешіңіздер, мына жерде мен екінші карта ашылып кетті. Екінші карта ашылып кетпеу үшін біз міндетті түрде ашқан картамыз осындай төртбұрыш графаның ішінде тұру керек. Сосын барып қана мына поисктен іздеп отырамыз. Одан кейін бізде Ресей, міне осы пикточат бағдарламасын қолдану арқылы біз өзімізге керекті мәліметтерді алдық. Көп ұлтты мемлекеттерді біз қызыл түспен белгілеп шықтық. Бір ұлтты мемлекеттерді мен міне жасыл түспен белгілеп шықтым. Енді бұларды мына текст батырмасын басып, осы мемлекеттерін тіпті атында жазуымызға болады. Мысалға, Ресей деп. Ресей. Сол мемлекеттерге апарып атын қоя берсек болады. Міне, осылай әр мемлекеттің атын жазып апарып қойып қойсақ болады. Жалпы пикточат бағдарламасымен карта жасау ол өте оп-оңай жұмыс. Жасаған картамызды өзіміздің немізге сақтап, немесе печать етіп алуымызға болады. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, туу көрсеткіші елдегі өмір сапасының жоғарылауына, әйелдердің өндірістік және қоғамдық әрекеттерге белсене араласуына, балаларды оқыту ұзақтығының артуына байланысты төмендеуі мүмкін. Туу коэффициенті ең жоғары деңгейі ол Африкада, ең төмен деңгейі дамыған елдер мен Еуропада байқалады. Туу көрсеткішінің ең жоғары деңгейі Нигерияда 49% байқалса, ал ең төмен деңгейі Монакода 7% тіркелген. Өлім көрсеткіші туудан асып түсетін ол Жапония, Португалия тәрізді елдерде демографиялық жағдай қолайсыз сипат алады. Сіздермен кері байланыс жасасақ, бүгінгі сабақта сіздерге не ұнады, не ұнамады, немесе сабақта өздеріңіздің қосатын идеяларыңыз болса, осы SMS тәсілі арқылы маған жіберсеңіздер болады. Үйге тапсырма: өз таңдауларыңыз бойынша бір елдің демографиялық көрсеткіштерін есептеу, екінші Қазақстанның ұлттық құрамына диаграмма жасаңыз. Назарларыңызға рахмет.